Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды қошқардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Астанада аз қамтылған балаларға мектеп тауарлары тегін беріледі. Акцияның мақсаты оқушыларды кеңсе тауарларымен көмек көрсету. Астана қаласы Байқоңыр ауданының әкімдігі Астанада жылдағы қалыптасқан дәстүр бойынша мектепке жол жалпы республикалық қайырымдылық акциясы басталды. Акция шеңберінде Байқоңыр ауданы әкімінің аппараты Жаннұр Аймақтау сауда орындары мен Тұлпар жиһаз орталығының маңында мектепке жол акциясына арналған жәшіктер орналастырды. Байқоңыр ауданының әкімі Ерлан Жаулыбаевтың айтуынша, акцияның мақсаты аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан балалар, жетім балалар, ата-ана қамқорлығынсыз қалған, эксклюзивті білім алатын балаларға кеңсе тауарларымен көмек көрсету. Арнайы жәшіктерге қаламыздың әрбір көмек қолын білдіргісі келетін азаматтарды мектепке керек құрал жабдықтармен толтырып, кішкентай бүлдіршіндерімізге көмек көрсете алады.